Саламатсыздар ма? Бүгін біз Funding Pips'қа тіркелуді, регистрация жасауды, счет ашуды үйренеміз. Кеттік. Так, ең алдымен поискқа кіреміз. Funding Pips деп жазамыз. Тура осындай міне Funding Pips, я. Мына бірінші тұрған fundingpips.com деген сайтқа кіреміз. Мына жақта сіздерде осындай окошко ашылады. Sign up, міне. Аты жөндеріңіз, first name аты жөніңіз, яғни атыңыз, last name фамилияңыз. Ашатын почтаңыз. Пароль өзіңізге сенімді, ұмытпайтын, ертең ойбай паролім қандай еді деп жүрмейтін. Одан кейін қазір ашатын кезде мынау почталарыңызды, парольларыңызды бір жерге сақтап қойыңыздар, бір жерге жазып қойыңыздар, парақшаға болмаса телефондағы стикер бар ғой, сол жаққа сақтап қойсаңыздар болады. Или бір блокнотқа жазып қойыңыз, ұмытып кетпес үшін. Так, бағанағы жазған паролімізді қайталаймыз. Менің жасым 18-де екеніне мен не істеймін? Келісім берем, то есть айтамын, құртаймын. Create аккаунт, осын басамыз. Тут что не соответствует? Так, теперь должно. Почтаға сіздерге verification жүреді, яғни сіздер подтверждение берулеріңіз керексіздер, что это ваша почта деген маған келіп жатыр, қазір соткадан. И мен оған келсем. Confirm. Бір кнопка тұрады, фиолетовый ішінде confirm жазылып тұрады, соны басасыздар, confirm деп. Все, создавать етілді дейді. Енді қазір көрейік. Келесінде біз регистрация жасалғаннан кейін дашбордқа кіреміз. Бұл жақта уже бағанаға логинімізді, паролімізді жазамыз. Міне маған ашылды. Бастапқы бетте осындай нәрсе шығады, как реклама сияқты главная страница ғой. Бізге керегі мына жақтағы New Challenge деген бар ғой, көк кнопка, соны басамыз. Құдай сақтасын, қандай Афганистан, Қазақстан деп белгілейміз. Өзіміздің туған жеріміз, еліміз Қазақстан. Біз ненің US-дің резиденті емес бізе, соны белгілейміз. Одан кейін келесі бізге керек мына жақта екі бар ғой, осын таңдаймыз, екі степ дегенді. Funding Pips и Match Trader или Trader, или любойын таңдауға болады. Мен Match Trader'ын таңдаймын. Енді бұл счет платный екенін білесіздер, 5000 счетқа $36, 10.000 счетқа $66 төленеді. Бастапқыда 5000 или 10.000 таңдасаңыздар болады. Для начинающего, да. Мен мысалға 10.000-ды таңдайын. Choose-ді басам. Мына жақта мистер дегенге ер адам белгілей бересіздер. Жанерке Ермекбаева, сіздердің тұратын жерлеріңіз Рауғаш 9, мысалға менікі да Сити Шымкент деп жазасыздар. Әркім өзінің қаласын, тұратын көшесін, домын жазады.
потом индекс жазады, кодты қайтадан еліңіз Қазақстан и туған күніңізді жазасыз. Сөйтіп, proceed to pay дегенді басасыз. Мысалы, мен ақтан қазір белгілей салайын. Мысалға, иә. Осында келісім шығады. I agree дегенді басасыз, көк кнопканы. Сізге қайтадан подтверждение беру керек. Одан кейін купон бізде жоқ. $66 төлеу керек. Click to select your method. Уже оплатаға өтеміз. Яқта оплатаға өтетін бет шығады. Өздеріңізге белгілейсіз, мысалы, визамен, криптомен, или PayPal-мен, Skrill-мен, вообще көп метод бар төлейтін. Біз обычно MasterCard или визамен төлейміз ғой. Жақта мына менде уже дайын тұр да, осының біреуін таңдай салам. Мысалға, мынаны и Pay Now деп басып төлей бересіздер. Енді бұл жағын білесіздер деп ойлаймын. Мына жақта картаның номерін, оның шығатын мерзімі, яғни истекать ететін времясы, оның өзінің коды болады, 3 сандық, иә. Потом аты жөніңіз толықтай жазып, мынаға Pay Now десеңіз, ары қарай төлене береді. Сосын бұл төлент болғаннан кейін мен қазір оны алмаймын пока, сіздерге көрсету мақсатында. Оны қазір пока алмаймын. Енді мен төлеп болғаннан кейін біз енді неге кіреміз? Сіздер кірген кезінде сіздерде өшіп тұрады, мына жақта. Белгілі бір осындай счеттарыңыз тұрады, мысалға. Алдындағы менің өтпеген счеттарым. Мына жақта осындай счет тұрған кездерде сіздер жаңа счет болады, иә. Мынау credential деген бар ғой, мынау кіріп тұрған осыған басамыз да, и мына жақтағы бізге username, password, пароль керек болады, и username керек болады. Мына паспортты скопировать етеміз. Потом мынаны жаттап аламыз. Мен суретке түсіре салайын өзімдікін. И Open Match Trader деген басамыз. Менде қазір шығып тұр негізінде. Осыны басқаннан кейін сіздерде логин, пароль деген тұрады. Логинге мынаны басамыз, парольге осыны енгіземіз, тұре ма?